Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін мен сіздермен пайдалы бір ақпаратты бөлісейін деп тұрмын. Яғни бұл видеомен жұмыс жасайтын әйелдерге, қыз-келіншектерге, яғни видео шақыру жасайтын қыз-келіншектерге, шақыру билетке заказ алатын қыз-келіншектерге арналған. Себебі бұл өте көп мүмкіндігі бар біздің бағдарламамыз, яғни программамыз Canva Pro. Енді бұған бұлмен жұмыс жасаудың өзі қазіргі таңда платный, яғни ақшаға ай сайын 2900 теңге, жылына 20 000 теңге сияқты ақша сала отырып жасайсыздар. Ал мен сіздерге бұның мүмкін емес мүмкіндігін сіздерге айтатын боламын. Яғни біз бүгін Canva Pro'ға тегін доступты қалай аламыз, соны айтатын боламыз. Менімен соңына дейін болыңыздар. Қазір сіздерге өзімнің тегін доступ алған аккаунтыммен доступ алынмаған аккаунттың айырмашылығын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қазір бірінші Google'ге жазып canva.com деп Canva'ның сайтына кіреміз. Осы жерде аккаунтпен кіресіздер. Через Google кез келген Apple'мен кірсеңіз де болады, Facebook'пен кірсеңіз де болады. Мен өзіме удобный өзімнің аккаунтымен, Google аккаунтымен кірдім. Енді кіргеннен кейін қазір сіздерге көрсетейін. Осы жерде кез келген шақыру билет болсын таңдайсыздар. Жазасыздар приглашение на свадьбу или приглашение на день рождения деп таңдасаңыз да болады. Кез келгенді. Мен просто мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Кез келген біреуін таңдадым. Енді элементыға кіреміз. Астыңғы жақта элементы дейтін жазу бар. Соған кіресіздер. Енді элементыға кіргеннен кейін, мысалы кез келген элемент жазыңыздар. Мысалы мен цветы гүлді таңдадым, көрдіңіз бе? Платный деп шығып тұрған жерде. Платный деп. Енді осыны таңдаған кезде үстінде бетінде крестик, шаршы сияқты квадратиктер тұр, және удалить водяные знаки деген тұр. Басқан менде ол платный болып саналады. Ешқандай сақталмайды да, пайдалана алмайсыз. Енді мен сіздерге керісінше менде тегін аккаунтпен қандай болып тұратынын көрсетемін. Менің тегін аккаунтыма кіреміз. Тоже жаңағыдай шақыру билетке кіреміз, кез келген. Енді элементыға кіреміз, одан кейін тоже цветы деп жаңағы гүлді қарайық. Міне сыртында екеу бірдей, қараңыздар. Платный деп шығып тұрған жоқ, ешқандай. Бесплатный да, көрдіңіз бе? Анық болу үшін артындағы фотолар кетіріп көрейік. Ешқандай удалить водяные знаки, ондай ешбір белгі көрінбейді. Удалить водяные знаки басамыз. Басқаннан кейін осындай жазу шығады. Попробуйте команды Canva бесплатно. Яғни сіз тек қана бір айға бесплатно доступ аласыз, командаға кіресіз деп тұр. Дегенмен де мен оған кіре алмадым. Істеп қарап едім. Өзіме де бір ай кіргеннен кейін де бәрібір оплата жасатады сізге. Сондықтан менің әдісіммен қазір доступ алып көріңіздер. Google'ге кіреміз. Bingo Tingo Canva Pro деп жазасыздар. Бірінші тұрған Bingo Tingo деген сайтқа кіресіздер. Және төменге қарай түсесіздер. Осындай рекламалар шығады. Бұны шығып кетесіздер. Және дальше жалғастырып түсе бересіздер. 1 минуттай уақыт өтеді. Pre-queued деп тұр ғой, соның астындағы уақыт біткеннен кейін жазу шығады, соның үстінен басасыздар. Содан кейін осындай беттер ашылады, яғни жарнамалар ашылады. Содан кейін biozim.com дейтін сайт шығады. Осы жерде Грейсон Крей дейтін адамның аты осы кісінің командасына қосыл деп шығып тұр. Астында Get Here дейтін жазуды басасыздар. Hair'ін үстінен басқаннан кейін сразу тек бірден саусақпен басып жібермеңіздер, басып ұстап тұрыңыздар. Әйтпесе басқа рекламаларға кіріп кетеді. Міне осындай canva.com дейтін сайтқа кіргізеді.
мына жерде сіздерге доступ жоқ дейді. Себебі Грейс Крейдің командасы толық, яғни лимит 500 адамға дейін ғой. Лимит толық деп шығып тұр. Енді қайтеміз. Бұдан шығып кетіп, қайтып басынан бастаймыз. Яғни bingo.com деп қайтып кіреміз. Қайтып жаңағындай 1 минут күтеміз деген сияқты қайталай беріп істей бересіздер. Мен 5-6 рет істегеннен кейін доступ алдым. Себебі бірден кейде шықпай қалады. Кейбір адамдарға бірден де шығып кетуі мүмкін. Мен қайталай істеп қоймастан доступымды алып алдым. Мысалы, мен 5-6 рет істесем, сіздер 10 шақты рет істегеннен кейін де доступ алып, жаңағы тегін доступ алуларыңызды әбден мүмкін. Енді кіріп қараймыз, донат басамыз. Басқаннан кейін тағы да осындай бет ашылады. Мынандай biosium.com дейтінге басқа адам шықты, Эммет Эйлиан дейтін. Енді осы команданы көрейік. Может, орын болып қалуы мүмкін. Get here басасыздар, жібермей тұрып басасыздар саусағыңызды. Міне кірді, добро пожаловать деп осылай кіреді. Сіздерге командаға қош келдіңіздер дейді. Енді кіргеннен кейін доступты көрейік, қалай жасалғанын. Міне приглашение команду дейді, сізді командаға қосты дейді. Енді қарайық, манағы платный элементтер бесплатно болды ма? Мысалы, тағы да бір кез келген мысал ретінде бір шақыру билет аламыз. Және элементіға басамыз. Цветы деп жазайық тағы да. Манағы гүліміз тұр, соны басайық. Көрдіңіз бе, мана платный деп тұрады ғой. Енді басқаша тұр. Ешқандай удалить бадианы знаки, анамнау, ондай сөз жоқ, көргендеріңіздей. Бәрі тегін, кез келген шақыру билеттің футажда тегін, дизайн, кез келген дизайн барлығы тегін болады осыдан кейін. Енді сақтап көрейік. Качать деп басамыз, качествосын бәрін жасаймыз. Жүктелді, ешқандай шашырын белгілері жоқ, бәрі керемет болып жасалды. Сіздер де жасап көріңіздер.